Қайырлы күн баршаңызға, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен ерекше дастарханның көркін ашатын, әдемі, дәмді, қытырлақ болып шығатын ұйғырша самсаның рецептімен бөлісіп жасап көрсетемін. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Самсаға қажетті заттардың барлығына видеоның астында описание бөліміне жазып қалдырдым. Алдымен самсамыздың қамырын дайындап аламыз. Ыдысымызға 1 кг ұн саламыз. 500 г суға 1 қасық тұз салып, араластырып, ұнның үстінен құямыз. 1 жұмыртқа саламыз. Осылай қолымызбенен жақсылап қамыр болғанға дейін араластырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің қамырымыз дайын болды. Осы қамырымызды жақсылап осылай екі жағынан басып, ортасынан екіге бөліп аламыз. Екі бөлекке бөлген қамырларымызды осылай қолымызбен жақсылап иілеп, пакетке салып қоямыз. 5 минуттан соң қамырымыздың бір бөлігін алып, осылай бетіне ұн сеуіп, жайып шығамыз. Қамырымызды қатты жұқа жаюдың қажеті жоқ. Орташа көлемде жаямыз. Қамырымыздың бірінші бөлігін осылай жайып болдық. Енді екінші бөлігін де дәл солай орташа көлемде жайып аламыз. Екінші қамырымыз да дайын болды. Енді ертілген сармайды қамырымыздың үстіне жағып шығамыз. Екінші жайылған қамырымызды сармай жағылған қамырымыздың үстінен төсеп шығамыз. Сосын бұл қамырымыздың үстінен де сары майды құйып жағып шығамыз. Содан соң қамырымызды осылай арасын тығыздап, жақсылап орап шығамыз. Қамырымызды айналдырып орап, пакетке салып, морозилкаға 1 сағатқа қойып қоямыз. Енді самсамыздың салмасын дайындаймыз. Салмасына 600 г тартылған ет, 5-6 орташа көлемдегі картошка, 2 үлкен пияз, 100 г құйрық май қажет болады. Картошка, пияз, құйрық майларымызды ұсақтап турап аламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш, дәмдеуіштерімізді сеуіп шығамыз. Самсамыздың қамырын морозилкадан алып, осылай пышақпен кесіп шығамыз. Қамырымыздың барлығын кесіп болдық. Енді кесілген қамырларымыздың екі жағын ұнға батырып, осылай қолымызбен басып шығамыз.
Қамырымызды орташа көлемде жаямыз. Ортасын қатты баспаңыздар. Көбірек шеттерін басып шығамыз осылай. Салмасын саламыз. Осылай самсамыздың екі жағын бір-біріне қаратып, жабыстырып шығамыз. Жақсылап жабыстырып шығыңыздар. Сосын осы бір шетінен осылай айналдырып, түйіп шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай өріліп, әдемі болып шығады. Қалған қамырларымызды да жайып, осылай түйіп шығамыз. Самсаларымызды түйіп болған соң, листімізға теріп шығамыз. Бетіне бір жұмыртқаны осылай жағып шығамыз. Самсалардың бетіне кунжут сеуіп шықтым, себебі маған кунжут ұнайды. Бұл маңызды емес, өздеріңіздің қалауларыңызша. Қызып тұрған пеште 180 градуста 40 минуттай пісіріп аламыз. Самсаларымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай қызарып, әдемі, ерекше самсалар болып шықты. Менің отбасыма қатты ұнады, өте қытырлақ болып шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетсеңіздер, алдағы уақытта көптеген рецептер болады. Каналымды жоғалтып алмас үшін қоңырауша батырмасын басып кетіңіз.